Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қызанақтан және де қиярдан жасалатын қысқа арналған салат жасайтын боламыз. Бұл салат өте дәмді болып шығады. Ал жасауды бастайық. Бізге ең алдымен қызанақ, қияр, сарымсақ және де ашты бұрыш қажет болады. Қызанағымызды жақсылап жуып, тазалап, осылай видеода көрсетілгендей 4-5 майда бөліктерге бөліп шығамыз. Енді дайындаған қызанақтарымызды ет өткізгіштен барлығын өткізіп шығамыз. Барлық қызанақтарымызды ет өткізгіштен өткізіп болғаннан кейін ашты қызыл бұрышымызды өткіземіз. Салатыңыз кішкене ашты болғанын қаласаңыз, тағы да біреусін қосып жіберсеңіз болады. Осыны қызанағымыздың үстіне қосамыз, одан кейін сарымсақтарды ет өткізгіштен өткізіп шығамыз. Енді осыны қызанағымыздың үстіне қосамыз. Енді қызанақтарымызды газға қойып, жақсылап араластырып, қойып қоямыз. Бұрқылдап өзі қайнауы қажет. Қызанағымыз қайнағанша қиярымызды дайындаймыз. Қиярды осылай 2 бөлікке бөліп, арнайы иірегіш пышақтың көмегімен осылай әдемі етіп кесіп шығамыз. Қиярымыз осындай көлемде шықты. Осылай турасаңыздар, салатыңыз да әдемі болып шығады. Ондай пышақ болмаса, әшейін пышақпен тура берсеңіздер де болады. Салатымызды араластырып қоямыз. Енді банкілерімізді стерилизовать етіп алуымыз қажет. Әр банкіні осылай қайнап тұрған суға етіп аласыздар. Қызанақтарымыз енді бұрқылдап қайнай бастады. 1-2 рет араластырып жібереміз. Енді осының үстіне жаңағы туралған қиярларымызды саламыз. Қиярымызды салғаннан кейін жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Енді қатты қайнауы қажет. Газдың астын кішкене ашып, 15 минуттай қайнауы қажет. Жақсылап осылай бұрқылдап қайнауы қажет. Енді осының үстіне күнбағыс майын құямыз. Енді барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Достарым, егер менің каналым сіздерге ұнап жатса, подписка жасап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді дәміне қарай 3-4 лавровый лист қосамыз, және де 1 ас қасық тұз қосамыз. Және 2 ас қасық қант қосамыз. Енді өздеріңіз дәмін көресіздер. Егер тұз аздау болса, тағы да қосып жіберсеңіздер болады. Барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Келесі кезекте 70% немесе 9% 1 ас қасық уксус қосамыз. Уксусымыздың срогы, уақыты өтіп кетпеуі қажет, сапалы болуы қажет. Соны ескеріңіздер. Енді осының үстіне алдын ала майдалап туралынған укроп және петрушканы қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Енді осыдан кейін 10 минут қайнауы қажет. 10 минуттан кейін салатымыз дайын болады.
10 минут уақыт өткеннен кейін дайын болған салатымызды ыстық күйінде суытпай банкілерге тез-тез салып шығамыз. Осымен менің қысқа арналған қиярдан және қызанақтан жасалған салатым дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!